Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 80-ші логикалық есепті шығарамыз. Шаңғышы екі ауылдың арасын 25 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтуі тиіс еді. Бірақ ол бірінші ауылда 40 минутқа кешіккендіктен, екінші ауылға жоспарланған уақытта жету үшін жылдамдығын 20%-ға арттырды. Екі ауылдың арақашықтығын табыңыз. Шаңғышының негізгі жылдамдығы 25 км/сағат. Бірақ ол кішкене кешігіп қалғандықтан, ол өзінің жылдамдығын арттыруға тура келді, 20%-ға арттырды. Бізге екі ауылдың арақашықтығын табу керек. Ол үшін мынандай ыңғайлы кесте құрастырамыз, қараңыздар. S деген қашықтық, V жылдамдық, T уақыт. Бірінші жағдай және екінші жағдай деп бөліп қойдым, яғни бұл жерде оның кәдімгі өзінің жылдамдығымен жүрген кездегі жағдай және оның кешігіп кішкене асыққан кездегі жағдайын қарастырамыз. Оның жылдамдығы 25 км/сағат. Оның қанша уақыт жүру керек екені белгісіз. Енді оны x деп қоямыз. 25-ті x-қа көбейткен кезде оның арақашықтығы шығады. Осындай өрнек пайда болады. Бізде 40 минут дегеніміз қанша сағатқа тең болады? Оны табу үшін 40-ті 60-қа бөлеміз. Мінекей, 40-ті 60-қа бөлеміз. Оны қысқартқан кезде 3-2 сағат шығады. Ол негізі x уақыт жұмсау керек еді, бірақ ол 40 минутқа кешігетін болса, оның уақытын азайтуымыз керек. X-тан 3-2 сағат азайтамыз. Егер бізде жылдамдығы 20%-ға артқан болса, онда біздер оны 1,2-ге көбейтеміз. 25-ті 1,2-ге көбейткенде 30 км/сағат шығады. Енді уақытты жылдамдыққа көбейтеміз, сонда бізде арақашықтығы шығады. Біздер 30-ды x минус 3,2-ге көбейтеміз. Шаңғышының жүріп өткен арақашықтықтары бірдей, сондықтан екеуін теңестіреміз. 25x бізде 30 көбейтілген жақшаның ішінде x азайтылған 3,2-ге тең болады. 30-ды x-қа көбейткенде 30x болады, 30-ды 3,2-ге көбейткенде 20 шығады. Енді 25x-тан 30x азайтамыз, ол бізде минус 20-ға тең. 25x-тан 30x азайтқан кезде минус 5x шығады, ол бізде минус 20-ға тең. X ол бізде 4-ке тең болады. Енді біздер x-ны 4 қою арқылы оны арақашықтығын табамыз. 25-ті 4-ке көбейтеміз, сонда бізде 100 км шығады. Олай болса жауабы 100 км. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі логикалық есепті аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.